Так, міне мынандай есеп берілген. Нормальный таралым. Осы үшінен бізге k-ның мәнін тап дейді. Енді p x үлкен болатын болса, мынаған кері оқиға, яғни p x кіші k-дан болған кезде, үлкен k, мына 0 емес болса, бірден 0,25 алып тастаймыз. Тең 0,75 екен. Бізде білесіз, кестеде бізде кішіне тең деген кезде. Яғни k-ның мәнін кестеден тауып көрейік. 0,75. Оны кестеден ашамыз қазір. Кестеде ол бізде 0,75-інде қарайық. 0,75% дегенде 71, 71, 72, 75, 75, 74. 0,6, 7 и 4. Шамамен 0,6, 7, 4. К шамамен 0,6, 7, 4. Мынаны біз кестеден алдық. Өздеріңіз білесіздер, кестені қалай баратын. Енді бізге ескеріп k-ның мәнін тап дейді. K-ның мәнін 0,0674 екен. Болды. K-ның мәні. X үлкен k деп тұр. Бізде әлі нетілген жоқ. K-ның мәні емес. Мынау k емес. Бізде былай ғой. X минус, яғни минус 20 бөлінген 7, мына жерде X-тің мәні, k-ның мәні. K минус 20 бөлінген 7 осыған. Бұдан k тең 0,674-ті, мына жерде еткен бізде нормальный стандарт емес, 674-ті 7-ге көбейтемін. Қосам 20-ны. Қанша шығады екен? 0,674 көбейту 7 тең плюс 20. 24,718. Міне мынау бізде k-ның жуық мәні осы болады.